Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеомда мен сіздерге калатея гүлінің күтімі жайлы айта кетейін. Гүлсүйер менің сүйікті оқырмандарым. Осы видео ұнап жатса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Калатея марнатты тұқымдасына жататын шөптесін өсімдік. Отаны ылғалдылық тропикалық Оңтүстік Америка аймақтары. Бойы 70-80 см. Жапырақтары ірі сопақша келген, ұзындығы 30-40 см. Сабағының ұзындығы түрлеріне қарай 20 см-ден 60 см-ге дейін болады. Жапырағы бірден топырақтан өсіп шығып тұрған сабақ басында орналасады. Калатеяның әдемі жапырақтарының саны гүлдейтін калатеяларға қарағанда өте көп. Гүлдейтін калатеялардың ішінде шафранды калатеяның гүлі керемет ашық қызғылт сары түсті, бірақ жапырақтары әлсіз болып келеді. Әдемі жапырақты калатеялардың жапырақтары аты айтып тұрғандай өте әдемі. Тауыстың қауырсыны немесе ертегідегі құстың түсі секілді түрлі түсті болып келеді. Жапырақтары жылтыр, түкті және қағаз сияқтылары да бар. Жарығы. Гүл жарықты ала көлеңкеден жарықта өседі. Жарық жетіспесе, жапырақтарының әдемі түстері түссізденіп кетеді, бірақ тік түскен күн сәулесінен сақтау қажет. Жылулығы. Жылуды жақсы көреді. Қыста 18-20 градус төмен түспеген абзал. Суғарылу көктем жаз айларында жиірек. Қыста топырағын құрғатып барып суғарған абзал. Ылғалдылығы жоғары ылғалдылықты қажет етеді. Қоректендірілуі. Көктем жаз айларында әдемі жапырақты өсімдіктерге арналған тыңайтқышпен 14-15 күнде бір рет қоректендіреді. Шафранды калатеяны ғана гүлдейтін өсімдіктерге арналған тыңайтқышпен қоректендіреді. Аурулары. Азынақ жел өтетін сквозняктан сақтау қажет. Дұрыс баптамаған кезде жапырақтары сарғайып, ширатылып, оратылып, дақтар пайда болып, өзгеріске ұшырауы мүмкін. Оның себебі артық не жеткіліксіз суғарылуы, күннің тік түскен сәулесі күйдіріп жіберуі әбден мүмкін. Көбейтілу түрі гүлдің түбімен ажыратып көбейтуге болады. Үй гүлі калатея сәндік жапырақтарымен тартымды, ол бірден назар аударады, ал сорттарының әр түрлілігі кез келген талғамға арналған дананы таңдауға мүмкіндік береді. Табиғатта оның мекендейтін жері өзен жағалауы. Пәтер жағдайында оның қалауын қанағаттандыру қиын, ерекше күтімді қажет етеді. Бұл экзотикалық өсімдіктің әр түрінің өзіндік ерекшелігі бар және өзіндік тартымды және әдемі. Табиғатта калатея гүлі тропикалық ормандарда өседі. Оның жапырақтары ұзын және тар. Ұзындығы 30 см-ге жетеді. Олар шетінде толқынды, парақтың жоғарғы жағындағы өрнек ақшыл фондағы қою жасыл түсті ұзын және қысқа сопақ дақтардың ауысуы. Жапырақтың астыңғы жағы күлгін, өрнегі жоқ. Биіктігі 1 метрге жететін өте үлкен өсімдік. Ұзындығы 30 см. Жапырақтар сопақша пішінді. Олардың бет жағы қою жасыл фонда сары түсті өрнекпен безендірілген. Төменгі бөлігінде қызғыл реңі бар. Безендірілген жапырақтар ұзындығы 20 см-ге дейін өседі. Олар сопақша пішінді. Жоғарғы жағында сары жасыл жолақпен боялған. Қызғылт немесе күміс толқындар жапырақ тақтасының шеттеріне орналасқан. Астыңғы жағы қызыл күрең. Мозаикалық желі. Бұл сорттың жапырақ тақтасы мозаикадан жасалған сияқты. Ақ беті, кішкене төрт бұрыштары құрайтын қою жасыл жолақтарымен жабылған. Бұл өсімдіктердің кейбір түрлері
калатея сорттарының негізгі бөлігі Бразилия мен Колумбияда, онда олар тропикалық ормандарда өседі. Калатея өзіне назар аударуды қажет ететін және тиісті күтімсіз ол өлуі мүмкін. Бұл гүлді өсірудің бірнеше негізгі қағидаларын сақтау қажет. Температураның шектен шығуын болдырмаңыз. Ауа температурасы 16 градус төмен түспеуді қажет етеді. Қараңғы жерде ұстамаңыз, ол өсуін тоқтатады және жапырақтары өзінің сұлулығын жоғалтады. Күн сәулесі де зиянды және күйікке әкелуі мүмкін. Диффузиялық жарық бар орынды таңдаңыз. Ең маңызды шарт ылғалдылық. Гүлдің ыңғайлы болу үшін кемінде 90% болу керек. Пәтерде мұны істеу өте қиын және зиянды. Тағы бір айта кетеріміз, суару кезінде калатея жапырақтарының судың түсуіне жол бермеңіз. Олар үнемі шашыратудан кейін ауадан барлық қажетті ылғалды алу керек. Бұл видеомен үй гүлдеріне пайдалы болған зиянкестерден құтылу жолын айтатын боламын. Инсектиция B58 зиянкестерге қарсы сенімді препарат. Описание бөлімінде жаза кететін боламын. Мұны пайдаланарда мен препараттар ұзақ жылдар бойы пайдаланып келемін. Бұл гүлде пайда болған шыбынды жояды, қолжетімді және тиімді және ең бастысы адамдар мен жануарлар үшін қауіпсіз. Пайдаланар уақытында дүкеншіден пайдалану жолын сұрап алғандарыңыз жөн. Негізі үй гүлдерін алдын ала зиянкестерден қорғағаныңыз жөн, өйткені зиянкестермен күресу ұзаққа созылуы мүмкін. Яғни 1 литр суға 1 миллиграмм инсектиция B58 зиянкесін араластырып гүлге құйсаңыздар өте жақсы. Гүлдердің барлық түрлеріне қолдануыңызға болады. Яғни бұның зияны жоқ. Шыбын-шіркейден сақтайды. Менің видеом сіздерге пайдалы болып жатса, пайдалы арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Сіздерге қандай препарат пайдалансаңыздар, жаза кетіңіздер. Бөлісіп отырайық. Назарларыңызға рахмет.